Біз иісті қалай сеземіз? Досым-ау, менің мұрным жоқ. Мен оны қалай білем? Мұрнымыздың артқы жағында иіс сезу эпителийі деп аталатын тін бар. Ол шырышпен жабылған. Және иіс сезу рецепторларының нейрондары деп аталатын арнайы нейрондары бар. Олардың саны шамамен 40 миллиондай. Бұл нейрондар хеморецепторлар деп аталады. Яғни химиялық заттарды анықтайтын нейрондар деген сөз. Мәссаған, олардың керемет атауы бар екен ғой? Кез келген зат өзінің иісін шығарғанда, немесе хош иісін таратқанда, ол химиялық заттардан тұрады. Біз тыныс алып ауа алғанда, бұл химиялық заттар мұрнымызға кіреді. Олар иіс сезу эпителийіне жеткенде, оны жауып тұрған шырышта қалады да нейрондарды белсендіреді. Нәтижесінде бұл белсендірілген нейрондар иіс сезу жолдары арқылы миға иіс туралы хабарлау үшін сигналдар жібереді.